Пайғамбар айтады. Абу Дарда деген сахаба, "Ма мин шейин асқал фи мизанил муъмин яумал қияма мин хуснул хулқ." Қияматта имандудың таразасына қойылатын амалдардан, не дейді? Қияматта иманду бенденің соғып таразасына қойылатын нәрселерден жақсы адеп ақлақтан орырақ еш нәрсе жоқ дейді. Не екен ең оры? Машалла, мана менің балам деп сыйлықтанасыз ба? Мана мен тәрбие қылған қыз деп. Енесін көріп қызын алдым неге айтады? Қандай ене тәрбие берді дейді. Қарындаштар тұрмышқа шыға келектер. Балдарды минген машинасына қарап ағыла. Қандай диплом көтергеніне қарап ағыла. Хоббisi емне прическасы қандай қарап ағыла. Тәрбие деген нәрсе келешекте менің атамның баласы кім болады деп. Келін ала тұрған еже қарындаштар. Келініңіз сырттағы бояуына маникюр, педикюр, же болмаса макияждарына қарабаңыз. Бүгін біз емне үшін Қырғызстанда шаһарларда маникюр, педикюр, макияж деген көбейіп кетті. Біз сыртқы келбетке көңіл бұрып қойып, ішкі дүниеге көңіл бұрбай қойдық. Мана ежелер, келіндер кімің ЗАГСқа шыққанда барып алып шо емеде боянады деңер. 4 сағат. Сілердің ішкі дүниеңерге қараған, кімнің атасы, кімнің қайсы атадан тәрбие алған, қайсы апаның тәрбиесі. Ошол қарап алған, ешкім кеде көрмейді, ата-ена болғанда алған. Ал ішкі дүниесіне қараған, тәрбие алған жеріне қараған, үйіне қараған, ұруына, ұлытына, диніне қараған.